Қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіз. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді шығатын классикалық бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Ал ендеше видеоның соңына дейін көріңіз. Бізге керекті заттар осылар. Жұмыртқаны 2 ыдысқа бөліп алдым, ағын және сарысын. Ең бастысы ыдысымыз құрғақ болуы керек. Жұмыртқаның ағын енді жақсылап миксерлейтін боламыз ағарғанша. Енді қантымызды 2-ге бөлеміз. Аз мөлшерін сарысына, көп мөлшерін ағына салатын боламыз. Тағы да бір миксерлеп аламыз жақсылап. Осылай табағымызды осылай түсірген кезде түспейтіндей болу керек. Енді сарысын ағарғанша миксерлейміз. Сарысын осылай миксерлеп болған соң, ақуызына осылай құйып аламыз. Күрекшенің көмегімен осылай астынан үстіне қарай араластыратын боламыз. Қопсытқышымызбен ұнымызды осылай електен бірге өткізіп аламыз, және крахмалды да бірге қосып жібереміз. Бұны да осындай күрекшенің көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз жақсылап. Біркелкі массаға енгенше. Енді кремін дайындайтын боламыз. Креміне кәдімгі қаймақ қолдандым, 20%. Осындай загуститель қосып жіберсеңіздер де болады, қоспасаңыздар да болады. Бұл кішкене формасын ұстап, қоюландырады кремді. Бисквитіміз пісті. Енді пештен алып аламыз. Піскен піспегендің осындай таяқшаның көмегімен көріп аламыз. Бисквитіміз суыған соң осындай 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді дайын болған кремімізді осылай жағып шығамыз. Кремімізді жағып болған соң тоңазғышқа 1 немесе 2 сағатқа қойып аламыз. Себебі кремі өзіне жақсы сіңу үшін. Тоңазғыштан алған соң тортымызды әдемілеп сәндейтін боламыз. Сәндеуін өздеріңіз білесіздер, әркім өзінің қалауы бойынша сәндесе болады. Мен сыртын жаңғақпен сәндеп шықтым.
Тортымыз дайын. Өте оңай әрі қарапайым, тез дайын болатын, өте дәмді бисквит. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де жасап жатсаңыздар, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Әйгерім Болысбек.